Қонақ күтеді үйге. Үйге қонақ күту керек, әйелдер айтады. Енді жаке 20 адам, 30 адамды күткенде 3 күн дайындаламыз. Қанша расход кетеді. Ол кеткеннен кейін ана ыдыс аяқты жуу керек, бұндай бұндай. Сол расход кафеде де тура сол расход кетеді екен. Кафеге күте салайық та, сіз жақсысыз ғой, сіз ақылсыз ғой дейді ғой. Мынау еркек топ ете қалады ғой. Сөйтеді да кафеге күтеді. Не ұтылып жатсын? Үйіңе қонақ келмейді, сенің үйіңде береке жоқ. Не деді? Қонақ ырысымен келеді, берекесімен келеді. Ол өзінің бір ырысын, несібесін жеп кетеді ғой. 9 оның алып келген берекесі үйіңде қалады. Қонақ келген үй берекелі, қонақсыз үй бол мазармен тең деген. Біздің қатындар қазір жууға ерінеді да, не істейсің басқа үйіңде кешке дейін инстаграмда отырсың ғой сені. Баяғыда апаларымыз, аталарымыз, шынымен ашынғаннан кейін айтып жатырмын да, біздің апаларымыз, аталарымыз 8 бала, аналарымыз 8 бала, 10 баланың кірін қолмен жуатын. Білесіздер ме? Ана үлкен-үлкен пальтоларды тазикке салып езетін, аяқпен езетін, біз езетінбіз соны. Қазіргі қатындар шуба мынандай ауыр киімдерді химчисткаға береді. Байы төлейді оны. Ал ана киімдерді стиральный машинеге салады да, ендігі қазіргі қатындар не деп жатыр? Ана стиральный машине анау сол күйінде соғып шығарады да, ананың бәрін жайып жүру керек. Ана өзі сығып, сразу кептіріп шығаратын стиральный алайықшы, қиналып кеттік деп жатыр қазіргі әйелдер. Соған еркектер, соған шынымен ана қиналмасыншы деп. Ей, жарықтық, сен оның анау кір жаятын уақытын сен алып босатып бердің ба? Енді ол уақытта инстаграмға кіреді ол. Тиктокқа кіреді ол. Сол уақытта Құран оқиды деп тұрсың ба? Қарасаңызшы. Қонақты үйге күт, жігіттер. Үйге күтейік қонақты. Неге? Ол қонақтар үйге берекесімен келеді. Берекесімен келеді. Берекенің бәрін ана кафеге тастап кетіп жатыр қой.